Саламатсыздар ма балалар? Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бәріміз орнымыздан тұрып, ыстық денімізді бір-бірімізге айтайықшы, бір-бірімізді қолымыздан ұстап. Бірінші топ бастадық бірінші. Сау бол. Ақылды бол. Көрікті бол. Күліп сәттіңіз. Ілтипатты бол. Бүгінгі сабаққа жақсы қатысыңыз. Аспанын ашық бол. Екінші топ айтайық. Күлімдер туралы қатысыңыз. Жолың бол. Бақытты бол. Өмірге деген талпынысыңыз болсын. Бүгінгі күніңіз дейін. Көңілді бол. Рахмет, отыра қойыңдар. Үшінші топ Әдетті бол. Еріңді бол. Өмірге қажетті тілеймін. Ауанды бол. Аспан ашыңыз. рахмет, отыра. Ал балалар, арамызда бір топқа сайлап алып, мына бағалау парағын бағалауымыздан сайлап. Ал балалар, үй тапсырмасын қолдап кетейік. Үш орайдан ұтымды жауап арқылы үй тапсырмасын орындаймыз. Бірінші сұраққа кім жауап береді? Ал бірінші сұраққа кім жауап береді? Ағым жауап бере ғой. Сұрақты оқимыз бірінші. Ең бірінші сұрақ, табиғат зоналары дегеніміз не? Табиғат зоналары дегеніміз параллельдер бойымен созылған жазық жерлердегі өсімдіктердің және де жануарлармен және де сол жерде жүретін топырақпен бейнеленген сипаты. Келесі сұраққа кім жауап береді? Сымбат жауап бере ғой. Қазақстан аумағында қанша зона бар? Қазақстан аумағында 4 зона бар. Шөлейтті, орманды дала, дала зонасы және шөл зонасы. Келесі сұраққа. Үшінші сұраққа кім жауап береді? Мен жауап бере ғой. Орманда дала зонасы Қарасанның қай ауданында орналасқан? Орманда дала зонасы Қарасанның солтүстік аймақтарында орналасқан. Келесі сұраққа, төртінші сұраққа кім жауап береді? Бағлан жауап бере ғой. Дала зонасы дегеніміз не? Дала зонасы дегеніміз ол Қазақстанның мақтанышы және де Қазақстанда 7 миллион гектарды алып жатыр. Ары қарай кеттік. Бесінші сұраққа жауап бере ғой. Ерасыл. Шөлейттер зонасы еліміздің қай аумағында алып жатыр? Шөлейттер зонасы біздің еліміздің оңтүстік аймақтарын алып жатыр. Алтыншы сұраққа кім жауап береді? Нұрман жауап бере ғой. Шөл дала зонасы. Шөл дала зонасы ол кең алқапты Каспий теңізінен бастап тау бөктеріне алып жатыр. Қазақстан аумағының 44%-ын алып жатыр. Ал келесі жетінші сұраққа кім жауап береді? Қарақат, Нұрман. Тамарақ жауап береді. Тақыр мен сор және шөл даланы келеміз. Тақыр дегеніміз ол шөлдердің түрлі ойпатта болуы және тағы басқа. Ал сор дегеніміз су қойманың тұзды бөлігі болып табылады. Олар фаунасы түйе тағы басқа. Ал ең соңғы сұраққа кім жауап береді? Әмина жауап бере ғой. Бірінен кейін екіншісі кезектесіп орналасқан табиғат жағдайларының бір шама бір текті өңірлері. Үй тапсырмасы түсінікті болды балалар, иә? Ал енді қысқаша тест сұрақтармен жұмыс жасайық. Тест сұрағымен келесі. Тест сұрағына кім бірінші жауап береді? Бірінші сұраққа Ерасыл қандай ғой? Қазақстан аумағында әлі ұсақты қанша мың өзен бар? Қазақстан аумағында 85 мың әлі ұсақты өзен бар. Дұрыс. Келесі сұраққа. Екінші сұраққа. Кім айтты? Жауап бере ғой. Қазақстанда қанша мыңнан астам көл бар? Қазақстанда басы 48 мыңнан астам көл бар. Дұрыс. Ары қарай үшінші сұраққа кім жауап береді? Балнұр жауап бере ғой. Қазақстанда қанша облысқа бөлінген? Жауабы 14 облыс. Дұрыс отыра ғой. Ары қарай кетіп қалады. Үшті кім айтады енді? Ильяс жауап бере ғой. Қазақстанның жер көлемі қанша екен? Қазақстанның жер көлемі 2724 оннан 9000 километр. Дұрыс. Ары қарай кеттік. Бесінші сұрақ. Кім айтады? Талант айта ғой. Жер көлемі жөнінен дүние жүзінде нешінші орын алады? Жер көлемі 9-шы орын алады. Ал ТМД бойынша ше? ТМД бойынша 4-ші орын алады. 4-ші орын алады. Дұрыс. Ары қарай кеттік. Бұл жерде алтыншы сұраққа келді, иә? Ақнұр айта ғой. Семьямыздың көп зерттегендері, семьямыздың көп зерттегендері ол қанша? Тиянжан таулар, иә? Тиянжан еңбек үшін қалай қылады? Қанша берді? 6999. Ары қарай кеттік. Кім айтады жетінші сұрақты? Жандар айта ғой. Қазақстанның климаты қандай? Қазақстанның климаты шұғыл континентті. Дұрыс. Келесі сұрақ. Аяу. Қазақстанда қандай климаттық белдеуде жатыр? Қазақстанымыз біздің қонақжай климаттық белдеуде жатыр. Келесі сұрақ.
9 сұраққа келсек, кеттік. Балнұр. Табиғат ресурстары қандай екі топқа бөлінеді? Табиғат ресурстары сарқылатын және сарқылмайтын болып екіге бөлінеді. Дұрыс. Ал келесі сұрақ Нұран Барағат айта ғой. Сарқылмайтын ресурстарды анықтау. Сарқылмайтын ресурс энергетикалық ресурс. Дұрыс. Ең соңғы сұрақ тестке кім жауап береді? Айқын жауап бере ғой. Елімізде миллионер қала Алматы. Дұрыс. Еліміздің миллионер қаласы Алматы. Бізде миллионер қаласы қанша еді? 3. Кім айтады соны? Аттарын. Ерасыл айта ғой. Алматы, Астана, Шымкент. Отыра ғой. Ал, балалар, бәріміз тақтаға қараймыз. Тақтада қандай сурет көріп тұрсыңдар? Кім айтады? Ақнұр айта ғой. Не келген екен? Тақтада көптеген мен бұл жерде көптеген қорықтар және де ерекше қорғалатын жерлер мен ұлттық саябақтар көп. Дұрыс. Яғни біз балаларда Қазақстанның әсем қалалары, жерлері және нарада өсімдіктер, жануарлар жойылып баратқан. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аймақтары. Ал балалар, бәріміз қысқаша видео тыңдайық. Ерекше қорғалатын Қазақстан Республикасының табиғи аймақтарын анықтайды. Сонымен қатар ерекше қорғалатын табиғи аймақтарға жалпылама сипаттама беріледі. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ерекше қорғау режимі белгіленген мемлекеттің табиғи қорының табиғи кешендері мен объектілері бар жер, су объектілері және олардың үстіндегі әуе кеңістігінің учаскелері. Оларға мемлекеттік табиғи қорықтар, мемлекеттік табиғи ескерткіштер, табиғи резерваттар, мемлекеттік ұлттық саябақтар, табиғи қорықшалар тағы басқалар жатады. Қорықтар. Қорық дегеніміз жойылып және азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді қорғайтын жер. Қорықтың мақсаты табиғи ландшафттарды өсімдік жануарлармен бірге сақтау, табиғат кешендерінің табиғи даму заңдылықтарын сақтау, адам әрекетінен табиғатта болатын өзгерістерді болжау. Балалар, Қазақстанда 10 қорық бар. Ақсу Жабағылы қорығы 1926 жылы ұйымдастырылған. Негізгі қорықта ақ тырнақты аю қорғауға алынған. Екінші Наурызым қорығы. Наурызым қорығы 1934 жылы ұйымдастырылған. Негізгі қорықта Малюс баката алмасы және құрлар қорғауға алынған. Бұл қорықта құландарды қорғауға алынған. Келесі қорық Қорғалжын қорығы 1968 жылы ұйымдастырылған. Бұл қорықта қоқиқаздарды қорғауға алынған. Келесі Марқакөл қорығы 1976 жылы құрылған. Бұнда алтын тамыр арали өсімдігі қорғауға алынған негізгісі. Келесі қорық Үстірт қорығы. Республикадағы ең жас қорықтардың бірі 1984 жылы құрылған. Бұл қорықта жабайы қой муфлонды қорғауға алынған. 1992 жылы Шығыс Қазақстан облысындағы Марқакөл қорығы маралдарды және маралуды алтын тамыр өсімдіктерін қорғауға алынған қорықтың бірі. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған қорық. Бұл қорықта реликті шағалалар эндемигі болып саналады. Қаратау қорығы 2004 жылы құрылған. Қаратау арқары қорғауға алынған жануарлардың бірі. Келесі балалар табиғат ескерткіштері. Мақсаты экологиялық, ғылыми, мәдени, эстетикалық тұрғыдан жекелеген бірегей орны толмайтын бағалы табиғат кешендері. Сонымен қатар табиғи және қолдан жасалған нысандарды қорғау. Қазақстанда табиғи ескерткіштер баршылық. Мысалдар келтірсек, табиғат ескерткішіне дулыға сүйір шоқысы, көне ағашты тоғай, айғай құм, шарын шетен тоғайы, шынтүрген шыршалары тағы басқалар кіреді.
қорғауға алған аумақтарға тағы да ұлттық табиғи саябақтар жатады. Ұлттық саябақ дегеніміз тарихи, ғылыми және демалу мақсатына арналған өсімдіктер мен жануарлардың және табиғи ландшафттардың қоршалған жері. Қорықтан айырмашылығы туристер мен тынығушылардың кіріп көруіне рұқсат етіледі, бірақ олардан табиғатты қорғау ретін сақтау талап етіледі. Ұлттық саябақтарға Баянауыл, Іле Алатауы, Алтынемел, Көкшетау, Қарқаралы, Бурабай, Қатонқарағай, Шарын, Сайрам Өгем, Көлсай, Жоңғар Алатауы, Бұйратау, Тарбағатай кіреді. Келесі табиғи қорықшалар. Қорықшалардың ерекшелігі мұнда табиғат нысандарының тек жеке бөліктерін шаруашылыққа шектеп, белгілі бір мерзімде және қорғауға алынған нысандарға зиян келтірмейтін мөлшерде ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Біз видеороликте тыңдадыңдар, Қазақстанның ерекше қорғалатын аймақтарын. Яғни біздің қызыл кітапқа енген өсімдіктер, жануарлар жойылып баратқан және де құстар бар. Міне осыларды біз алғаш рет қызыл кітапқа енгізген. Ол 1978 жылы. Яғни бұл басылым қайтадан 1999 жылы басылып шықты. Яғни ерекше қорғалатын аймақтарға жаңағы 10 қорық, 40-тан астам қорықша, табиғи ескерткіштер және ұлттық саясаттар ескерілген. Ал балалар, бәріміз картаны қарап, бізде Қазақстанымызда 10 қорық бар. Ең үлкен қорық ол Ақсу-Жабағылы қорығы. Одан кейін қорығымыз қалады Алматы қорығы, Алакөл қорығы, Марқакөл, Батыс Алтай қорығы, сосын Қорғалжын, Наурызым, Үстір және Барса Кеңес. Ал 2004 жылы құрылған қорық ол Қаратау, өзіміздің осы оңтүстік өңірінде орналасқан екен. Ал балалар, бәріміз тақтаға қарап, мағынаны тану әдісі арқылы ойлар жұптас бірінші топ сендер ерекше қорғалатын аймақтарды айтамыз. Екінші топта сендер Қазақстанның қорықтарын, ал үшінші топ Қазақстанның ұлттық саябақтары. 5 минут уақыт беріп дайындалуға. Бағалар болсындар бұл. Бірінші топқа ерекше қорғалатын аймақтарды бергенбіз. Кім бастайды? Ерекше қорғалатын аймақтар біздің Қазақстанда өте көптеп келеді. Үлкен шамада біздің елімізде деген ол таулы аймақтарда солтүстік жақта орналасқан болып саналады. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жататын соның бірі қорықтар. Қорықтардың негізгі мақсаты өзінің су ортасындағы жануарлар мен өсімдіктердің әлемін, сулардың орын алу барысын, көптеген өсімдіктердің өсу барысын қайта қалпына келтіру және сақтау. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға мемлекеттегі ұлттық табиғи саябақтар жатады. Ұлттық саябақтарда қорғаудың мақсаты
ол жердегі ұлттық ландшафттарды рекреациялық бағытта пайдалану және ол жерде туристік бағытта келушілерге арнап жасау және сол жердегі ерекше қорғалатын құндылығы бар жерлерді қорғап қалу. Мемлекеттік табиғи ескерткіштері экологиялық, ғылыми, мәдени және эстетикалық жекеленген бірегей топтары, олар ерекше қорғалатын бағалы аумақтар. Ерекше қорғалатын аумақтар мемлекеттік табиғи қорықшалар мақсаты жерді өндірістік аймақтан шығармай, тек жұмысшыларды ғана реттей отырып, популяция мен ландшафттарды қорғау. Қазіргі таңда қызыл кітапта көптеген өсімдіктер мен жануарлар еніп жатыр. Қазіргі таңда 128 түрлі өсімдіктер еніп жатыр. Қазіргі таңда қызыл кітап 1978 жылы басылып шықты. Қазақстанның қызыл кітабындағы жануарлар мен құстардың санаты жойылып біткен түрлі қызыл қасқыр, қаракүзен, гепард, қызылқұм арқары, азайып бара жатқан түрлер балқаш алабоғысы, сарқұтан, тағы басқалары. Ақсу-Жабағылы қорығы ең алғаш рет Батыс Тянь-Шань аумағын қорғау үшін 1926 жылы құрылған. Және де ол 4 биіктік белгілеріне тән. Ол жерде Қазақстанның 30-ға тарта өсімдіктері мен және де басқа да жануарлары қызыл кітапқа енген. Мысалы, ол жерде грек қызғалдағы, зеравшан асқышы және де тағы басқалары. Және де Алматы қорығы 1931 жылы кіші Іле Алатауы жотасында орналасқан. Ол жерде 1300 метрден алма, өрік және де тағы басқа талдар, ал 1300-ден 1600 метрге дейін көптеген Тянь-Шань шишалары мен тағы да басқа өсімдіктер өседі. Ағылы тақтада көрсе ғой, ең алғашқы қорық қай жылы ашылды? Ол деді? Ақсу-Жабағылы 1920 тақтада көрсе ғой. Алдыңғы шығары. Ақсу-Жабағылы қорығы ең алғашқы қорық. Құрылған қорық, иә? Қай жылы? 1926 жылы. Дұрыс, отырау. Келесі. Үстірт қорығы 1984 жылы Маңғыстауда тұратын. Картадан көрсетті. Тұратын. Картадан көрсетті. Айтамыз. Үстірт қорығы. Маңғыстау облысында орналасқан. Шамамен осыдан 1984 жылғы аралығында Тұран өлкесінде орналасқан. Бұл жерде жануарлар мен өсімдіктердің 200-ге тарта түрлері бар. Және де бұл жерде су самыр, асқышөп және де тағы басқа шөптер бар. Ал аңдардан қасқыр, гепард және де тағы да басқа жануарлар мекен еткен. Қақ қорғайтын ба? Қайсы қорғайды айтамыз? Батыс Алтай 1992 жылы Батыс Алтай қорығы 1991 жылғы аралығында осы жерде көптеген жануарлар мен өсімдіктер бар екенін біліп, 1992 жылы осыларды қорғау үшін ашылған. Және де бұл жерде 192 түрлі өсімдіктер мен 300-ге тарта жануарлар мекен етеді. Ақмада келес қорық. 10 қорық бар, иә? Балын айтамыз. Наурызым қорығы 1930 жылы 34 жылы Қостанай облысында орналасқан. Ол жердегі қорықтағы қарағайлы орман рельефінде сақтауға болады. Өйткені ол 4-ші кезеңнен бері сәл ғана өзгерген түрі сақталған. Және де аққайыңды көптеректі орманы бұл қорықтың негізгі сәні болып саналады. Және мұнда қайыңның ерекше түрі қырғыз қайыңы өседі. Ол кішігірім аумақта ғана алады және әлемнің басқа жерлерінде кездеспейді. Бұл қорықтағы көлдерінде қызыл кітапқа енген ерекше құстар
құстар мекен етеді. Олардың ішінде соңқылдақ аққу, шиқылдақ аққу, бірқазан, көкқұтан секілді тағы басқа құстар бар. Ал жануарларынан ең әдемі жануарлардың бірі ол елік. Өкінішке орай олар қазіргі таңда жойылып бара жатыр. Басқа жануарлардан саршұнақ, қасқыр, түлкі секілді басқа жануарлар да бар. Барсакелмес қорығы 1939 жылы Арал маңында Барсакелмес аралында орналасқан. Флора өсімдіктерінен шөлге төзімді өсімдіктер, яғни сексеуіл, баялыш тәрізді өсімдіктер өседі. Ал шөлекті өсімдіктерден алабұта, бидайық секілді өсімдіктер өседі. Жануарларынан 107-ге жуық өрмекшілер және де көптеген бунақденелі жануарлар кездеседі. Тақмайдары қарамайды, келеуі. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған. Ол Шығыс Қазақстан және Алматы облысында алып жатыр. Оның басты мақсаты сол Тентек өзені сағасының сuyақта құрылған Алакөл қорығын сақтап қалу мақсатында құрылған. Алакөл қорығында 290 фауна бар. Оның 12-сі сүтқоректілер, 257 құстар, 2-еуі бауырмен жолбаушылар, тағы басқа. Ойықта ең көп кездесетін жануарлар аю, бұға, елік, дала күзені, тағы басқа. Тентек өзенінің жағасында өсетін өсімдіктер қамыс, қоған, тағы басқа. Олар Тентек өзенінің сағасындағы құс мекендер суымен қоректенеді. Алакөл қорығының ең мақтанышы ол елік шапаласы болып табылады. Қаратау қорығы ол 2004 жылы құрылған, Түркістан облысында, өзіміздің облысымызда. Өте керемет қорық болып табылады. Ол ойықта 400-ден аса флора бар, яғни өсімдіктер. Ойықта тянь-шанның емдік өсімдіктері де өсіріледі. Әкежан, келеуі. Қорғалжың қорығы 1968 жылы судан мекендейтін жануарларды қорғау мақсатында құрылған және де ЮНЕСКО-ның жануарларды қорғау қызыл кітабіне қорғалжыңдағы жануарлар енген болатын. Және де қорғалжың флорасында 300-ден астам өсімдік бар және де оның 45-ден астам түрі қызыл эндемик өсімдіктер қызыл кітапқа енген және де оларды мемлекет тарапынан қорғауға алынған. Және де қорғалжыңдағы сүтқоректілердің саны 15-20-дан астам және де балықтардың түрі 11-ден астам. Және де Қорғалжың қорығы балықтарға бай, шаруашылыққа қолайлы балық болады. Қорғалжың қорығы қайсы көрді? Қайсы қорығы орналасқан? Қорғалжың қорығы орталық Қазақстанда орналасқан. Келесі, Теңіз Келеуі. Қазақстанның ұлттық саябақтары. Ал кім бастайды? Амина. Көрсетіп тақырып. Қазақстанда қанша ұлттық саябақ бар екен? Баянауыл ұлттық паркі. Баянауыл ұлттық паркі 1985 жылы СССР министрлігінің нөмір 276 қаулысымен құрылған. Оның жалпы ауданы 70.688 гектарды құрайды. Бұл Баянауыл ұлттық паркінде құстар мен сүтқоректілердің 54 түрі, балықтардың 8 түрі және өсімдіктердің 498 түрі бар. Яғни бізде
бізде Қазақстанның ұлттық саябақтары 13 ұлттық саябағы бар екен, иә. Ал келесі кім айтады? Алтынемел ұлттық саябағы 1996 жылы құрылған Алматы облысы Кербұлақ Панфилов ауданында орналасқан. Және де ол паркте сүтқоректілер, жануарлар және де қызыл кітапқа енген жануарлар бағылып жатыр. Қазақстанның ұлттық саябақтары. Жалпы Қазақстанның ұлттық саябақтары, оны құрудағы басты мақсат адамдардың келуіне әрекет болған жалпы табиғаттардың сақталуын қамтамасыз ету. Қазақстанда бар жоғы ұлттық парктің 13 түрі бар. Соның ішінде Іле-Алатау саябағы. Іле-Алатау саябағы Алматы облысында орналасқан. 1996 жылы Алматы облысы Қаскелең, Түлгорд, Еңбекші аудандарында орналасқан. Қазіргі Қаскелең Түрген орман штаттарының негізінде құрылған, ауданы 202 гектар. Бурабай ұлттық саябағы Ақмола облысының солтүстігінде орналасқан. Ол 2000 жылы ұйымдастырылған саябақ болған. Бурабай ұлттық саябағында ұлттық саябағының әсем табиғаты мен ауасы адамдардың өзіне баурап алады. Ал келесі кім айтады? Диана? Көкшетау саябағы солтүстік Қазақстан мен Ақмола облысының Айыртау мен Зеренді аудандарының табиғи экологиялық жағдайын сақтаудағы 1998 жылы 10 сәуірде Көкшетау саябағы құрылған болатын. Қайқара ұлттық саябағы 1998 жылы құрылған. Аумағы 90,13 километрді алып жатыр. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында орналасқан. Бұның ішінде аңның 39 түрі, құстың 55, балықтың 11 түрі және өсімдіктің 68 түрі қорғалады. Қазақстанның ерекше қорғалатын аймақтарын көрдік, иә. Ал енді келесі балалар парақшалармен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ парақшамен танысамыз. Бұл жерде сендер қорықтың атауын, орналасқан жерін жазасыңдар. Одан кейін қорықтың эндемиктерін, сосын жойылып кету қаупі бар жануарларды жазамыз. 3 постты жаз. 5 минут уақыт беремін. Сіз жазамызда 5 минутта қорғаймыз. Қорықтың орналасқан жері. Арамыздан екі оқушы шығып қорғаймыз. Болған топ.
топ болдық. Біркен тобымыз 3 оқушы шығып, қорғай қойды. Қай топ болды? Болған топ қорғай. Басалтай порттың атауы орналасқан жері Басалтай қорығы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Порттағы эндемиктер 300-ден астам өсімдіктер 45 түрі сирек кездеседі. Жойылып кету қаупі бар жануарлар, сары және күміс балықтар. Бірінші топ келіңдер. Келе ойнап. Келе ойнап. Қорықтардың атауы орналасқан жері Қорғалжын қорығы Ақмола облысында орналасқан. Қорықтардың эндемиктері Қалбағай, Қарабай, Сұңқылдар, Аққу, Қызыл жемсаулы, Қаржағыз, жойылып кету қаупі бар жануарлар, түлкі, қабан, қоян, қуықты кірпі. Қорықтың атауы орналасқан жері Марқакөл қорығы. Қорықтың эндемиктері алған төтелі, қызғалдақ, шоқпарбас. Жойылып кету қаупі бар жануарлар қоңыр аю, қасқыр, қоңырсақ, ақ қалпақ, тәлімбет, Порттың атауы орналасқан жері Сырт қорығы Маңғыстау облысында орналасқан. Порттағы эндемиктер. Портта көптеген эндемиктер бар. Мысалы, жыланшы, қыран, құмай, жыртқыш, бозторғай. Жойылып кету қаупі бар жануарлар ақбөкен, күзен, қара кірпі. Қалған 2-3 топ болды. Шығып қорғай. Келе ойнап. Қорықтың атауы орналасқан жері Ақсу-Жабағылы қорығы Түркістан облысы мен Жамбыл аумағында орналасқан. Қорықтың эндемиктері сары лаққыз, грек қызғалдағы. Жойылып кету бар қаупі бар жануарлар барыс, тянь-шан аюы. Қорықтың атауы орналасқан жері 1988 жылы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Алакөл қорығы. Қорықтағы эндемиктер қамыс, қияқ, айрауық, қоға, итмұрын, ұшқат. Жойылып кету қаупі бар жануарлар қабан, елік, түлкі, бақылдауық, бақа. Қорықтың атауы орналасқан жері Наурызым қорығы орналасқан жері Қостанай облысында орналасқан. Қорықтағы эндемиктер қырғыз қайыңы, аққайыңды, қарағайлы орманы. Жойылып кету қаупі бар жануарлар қарсақ, аққұтан, суыр, қарсақ. Жарайсыңдар. Ал балалар, келесі біз картамен жұмыс жасайық. Әр топ картаға шығып, қорықтарды көрсетеміз. Ал кім бірінші бастайды? Керек не дейді? Картамен жұмыс жасаймыз.
Басалдай қорығы. Басалдай қорығы 1992 жылы Шығыс Қазақстан облысында құрылған. Басалдай қорығында 3-тен астам өсімдіктері бар, және де оның ішінде сирек кездесетін қайыңдер орналасқан, және де жойылып кету қаупі жануарлар, олар Басалдай қорығында көлінде балықтардың көптеген түрі жойылып кету қаупі бар. Тағы қайтып кел, алып. Сүт қорығы 1992 жылы Маңғыстау облысында құрылған. Және де бұл жерде 300 түрлі өсімдік пен 197 түрлі жануарлар бар. Жойылып кету қаупі бар жануарлар қарсақ, аю және де түлкі. Бірінші топтан кім шығады? Күйеу. Қазақстанда 10 қорық бар, иә? Әр тобымыз 2 қорықтан айтамыз. Алматы қорығы 1931 жылы мамыр айында кіші Алматы өзенінің бассейні жанында құрылған. Ол жерде Іле алатауының орталық ортасында орналасқан. Ол жер негізінен 4 белгіліктен тұрады. Біріншісінде 1600 метрге дейін көптеген ағаштар, жабайы алма, өріктер орналасқан. Ал 1600 метрден 208 метрге дейін шірек ағашы мен тянь-шань ағаштары орналасқан. Ол жерде көптеген жойылып кету қаупі бар. Өсімдіктер мен жануарлар бар. Мысалы, ақтөркен, күзен, сиықты көптеген жануарлар кездеседі. Тағы кім айтады? Қаратау қорығы 2004 жылы құрылған. Түркістан облысының Қаратау жотасының ортасында орналасқан қорық. Бұл қорықта алуан түрлі 400-ге жуық өсімдік өседі, және де сирек кездесетін эндемикті 53 өсімдік өседі. Бұл қорықта Тянь-Шань тауының 10 түрлі өсімдік өседі, және де қызыл кітапқа енген сирек кездесетін 42 өсімдік табылды. Рахмет. Бізде Қазақстанымызда 13-тен астам ұлттық саябақ бар, иә? Ал соны кім көрсетеді картада? Ұлттық саябақ. Кім көрсетеді? Кереу мамыр, сенен бастап. Баянауыл ұлттық паркі 1985 жылы құрылған. Тағы кім айтады? Ұлттық саябақтан. Сен айтым, Кереу. Қазақстанда ұлттық саябақтар көрсете ғой. Батыс Алтай қорығы саябағы nerede? Баянауыл қорығы. Айқын, Қазақстанымызда қанша қорық бар екен? 10 қорық бар екен, иә? Ал қанша ұлттық саябақ бар екен? 13. Ал қаншаға жуық қорықшалар бар екен? 40-ға жуық қорықшалар бар екен, иә? Отырамын. Ал балалар, жаңа сабақ түсінікті болды ма? Жаңа сабақ түсінікті болса, ал сабағымызды ой, түйін әдісі арқылы түйіндеп кетейік. Бірінші сұраққа кім жауап береді? Түсінікті болса, қарағат грамота жауап бере ғой. Қызыл кітабының алғашқы басылымы қашан шықты? Қазақстан Республикасының қызыл кітабы алғаш рет 1978 жылы басылып шықты. Бұл кітап жалпы жануарларды қорғау мақсатында басылып шыққан. Ал келесі басылым қай жылы басылып шықты? Келесі басылым 1999 жылы басылып шықты, иә? Соған басылып шыққандарға қанша түрлі құстар, өсімдіктер бар екен? Жаңа басылымда. Қоректердің 18 түрі, балықтардың 3 түрі. Балықтардың 18 түрі. Қос мекендердің қанша? 3 түрі. Арғай, келесі сұраққа, екінші сұраққа. Жауап беріп қайда? Қанша қорық бар? 10 қорық бар. 10 қорық бар. Қандай атап өтейікші? Түсінікті болу үшін. Қандай қорық бар? Қорықтарды атап өте ғой. 10 қорық бар. Қорғалжын қорығы, Батыс Алтай қорығы, Бурабай қорығы. Кім толықтырады? 10 қорықты кім айтып береді? Сәмина, айта ғой. Кім бақ айта ғой?
Қазақстандағы қорықтар Ақсу-Жабағылы қорығы, Алматы қорығы, Батыс Алтай қорығы, Үстірт қорығы, Марқакөл қорғалжын, Барсакелес қорығы. Ал келесі сұраққа кім жауап береді? Екінші сұраққа Ақнұр жауап бере ғой. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарға ата ерекше қорғалатын табиғи аймақтар олар қорықша, қорықтар, ұлттық саябақ және де көптеген ескерткіштер. Одан кейін келесі сұрақ Амина айта ғой. Қазақстандағы ең алғаш құрылған қорық ол Ақсу-Жабағылы қорығы. Бұл тянь-шань табиғи кешенін қорғау мақсатында 1926 жылы құрылған. Одан кейін сұрақ. Бесінші сұраққа кім айтады? Диана айта ғой. Соңғысы ма? Алтыншы. Қарақат айта ғой. Сұлтан Қарақат. Алакөл қорығының фаунасында құстардың қанша түрі бар? 21 түрі бар. Үйрек, қаз, тағы басқа. Басқа тестеді екен. Ал ең соңғы сұрағымыз қалды. Келесі сұрақ Сымбат айта ғой. Қазақстанның алғаш ашылған ұлттық саябағы Баянауыл ұлттық саябағы 1985 жылы. Дұрыс. Ал балалар, үй тапсырмасы түсінікті болса, мен жаңа топ басшылары ішіндегі бағалау парағын бергенмін, маған бере қойыңдар. Үшінші топтан жақсы жауап берген Амина, Айқын, Нұран Қарақат және Думан, иә? Екінші топтан жақсы, сендерге өте жақсы деген баға. Екінші топтан жақсы жауап берген Ағынұр, Бағлан, Қарақат, Балнұр. Рахмет сендерге. Жақсы, өте. Бірінші топтан ең жақсы жауап берген Сымбат, Ерасыл, Жандар, сендерге өте жақсы деген баға қойылады. Ал балалар, үйге Қазақстан табиғатын қорғау оқып келеміз және кесін картаға түсіреміз. Ал балалар, келесі рефлексия. Білім қоржыны арқылы. Бүгін не үйреніңдер, не қиын болды? Нені жақсы меңгеріңдер. Әр топтан бір оқушы. Айтып шығайықшы. Келіп айтады. Қалғанымыз секеде жазамыз. Ойларымыз. Қалғандар ойларымыз. Кім айтады? Қазақстандағы барлығы 10 қорық бар екенін білдік және де оны қандай өсімдіктер өсіріп фаунасын білдік. Не қиын болды? Мен түсінгенім Қазақстандағы 10 қорықты және де 10 саябақты білдік және де қызыл кітапқа енген жойылып кету қаупінің алдында тұрған жануарлар мен өсімдіктерді білдік. Рахмет. Ал үшінші топтан кім айтады? Өз ойын айта ғой, Амина. Бұл тақырыптан негізім. Мен бұл тақырыптан Қазақстандағы қорықтар мен ұлттық парктердегі қорғалатын жануарлар, қызыл кітапқа енген өсімдіктер, солар қай жылы шыққан, қалай қорғалатын. Ал балалар, қолдарыңдағы секеде жазып отырсыздар, бәрін сақтағын. Ал егер тапсырма түсінікті болса, сау болыңдар.